2024 жылдың 8 айында Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 91,6 миллиард долларға жетті. Экспорт 3,3%-ға ұлғайып, 53,5 миллиардқа жетті. Ал импорт 5,6%-ға қысқарды. Бұл сауда құрылымындағы оң өзгерістерді және елдің сыртқы нарығындағы позициялардың нығайғанын көрсетеді. Бұл ретте Қазақстанның даму банкі маңызды рөл атқарды. Ол ағымдағы жылы экспортқа бағдарланған салаларды дамытуға және ұлттық экономиканы қолдауға ықпал ете отырып, 1,3 миллиард теңгеден астам сомаға 46 жобаны қаржыландырды. Қазақстан даму банкі экспортқа бағытталған кәсіпорындардың негізгі қаржылық серіктесі. Банк экспорт алдындағы қаржыландыруды жеңілдік шарттарымен ұсынып, шикізат пен материалды сатып алуға, сондай-ақ экспорттық өнімді өндіруге байланысты ағымдағы шығындарды өтеуге мүмкіндік береді. Бұл кәсіпорындардың сыртқы нарықтағы орнын нығайтып қана қоймай, ұзақ мерзімді экономикалық өсімге тұрақты негізі қалыптастыруға ықпал етеді. Қазақстанның даму банкі шетелдік нарықтарды игеру үшін қаржы ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, экспортқа бағдарланған кәсіпорындарды қаржыландыруды кеңейтуді жоспарлап отыр. Оның стратегиялық мақсаты ел экономикасын әртараптандыруға және экспорттық кірісті ұлғайтуға жәрдемдесу. Сонымен қатар банк халықаралық нарықта бизнесті қолдауға бағытталған жаңа бағдарламалар мен бастамаларды енгізуге ниетті. Банк қоржынында экспорт алдындағы 37 операция бар. Экспорт географиясы ТМД елдермен қатар Еуропалық одақ пен Қытайда қамтиды. Ерекше назар аударылық жайт, бұл кәсіпорындардың көпшілігі алғаш рет банк қаражатын сұрағаны. Мысалы, Жаркент крахмал сірне зауыты 2,5 миллиард теңгеге мөлшерінде қаржыландыру алып, шикізат сатып алу арқылы Өзбекстан, Таджикстан және Қырғызстанға экспортталатын өнімдер өндірісін қамтамасыз етуде. Сыртқы нарықта ұлттық өнімді ұсынатын табысты кәсіпорындардың бірі Баян Сұлу кондитерлік фабрикасы. Оның өнімдері 14 елге, сондай-ақ Орталық Азия, Ресейге, Қытайға, Оңтүстік Кореяға және Грузияға экспортталып, жоғары сапа мен ерекше талғамға ие болды. Кондитерская фабрика Баян Сұлу была создана Баян Сұлу кондитерлік фабрикасы 1974 жыл құрылды. Биыл біз 50 жылдық мерейтойымызды атап өтеміз. Осы 50 жыл ішінде біз кондитерлік технологияларды дамыту үшін көп жұмыс істедік. Біз кондитерлік өнімдердің 350-ден астам түрін шығарамыз. Алдағы жылдары зауыт кондитерлік Астана жаңа инвестициялық жобасы шеңберінде өнім шығару көлемін жылына 20 мың тоннаға дейін ұлғайтып, өндірісті қуаттылықты арттыруды жоспарлап отыр. Басымдық заманауи қаптамадағы печенье мен шоколад өнімдері сияқты жаңа өнімдерді шығаруға қойылды. Қазақстанның даму банкі Баян Сұлу компаниясының бұл жобасын қолдап, қуаттылықты арттыруға және нарықты ұлғайтуға қол ұшын созуда. Қазақстанның даму банкі экспортқа бағытталған компанияларды, соның ішінде Баян Сұлу компаниясын қолдау арқылы отандық өндірістің әлеуетін арттыруға және Қазақстан өнімдерінің әлемдік нарықтағы орнын нығайтуға үлес қосуда. Баян Сұлу компаниясының мысалымен айтсақ, банк қаржылық қолдау айналым қаражатын толықтыруға жұмсалып, компанияға шикізатты дер кезінде сатып алуға мүмкіндік берді. Бұл Баян Сұлу компаниясына елімізде болған қант дағдарысын алдын алуға, өндірістің үздіксіздігі мен компания тұрақтылығын қамтамасыз етуге көмектесті. Мен мұнда 80-ші жылдан бастап жұмыс істеймін. Міне, 43 жыл бойы қызмет етудемін. Мен жұмыс істейтін бөлшек сауда бөлімінде толықтай қолдың еңбегі қажет. Міне, біздің ұжымымыздың қалай жұмыс істейтінін көріп тұрсыз. Біз өрік, қара өрік сияқты кепкен жемістерді тәтті жасау үшін дайындаймыз. Барлығын өзіміз жасаймыз. Бәрі қолдың еңбегі. Менің ұжымым өте керемет, көріп тұрғаныңыздай күлімсіреп отыр. Барлығы тіл алғыш, бәрін дұрыс жасайды. Жаңадан келген мамандарды өзіміз үйретеміз. Міне, бүгін бізге жас маман Людмила келді. Біз оны жұмысқа бейімдей бастадық. Зауыт қызметкерлерді дамытуға белсенді түрде қаржы құюда. Олардың оқу ақысын төлеп, екі жақты оқыту бағдарламасы арқылы практикалық дағдыларды игеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар Баян Сұлу отандық спортшылар мен өнер қайраткерлерін қолдайды.
частности, в этом году мы были спонсорами. Биыл біз Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының демеушісі болдық. Қазір бүкіл Қазақстан мен шетелде гастрольдік сапармен жүрген Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш Баян сұлу қойылымының да демеушісі біз. Қазақстан бизнес пен экономика үшін жаңа мүмкіндіктер ашып, экспортты белсенді дамытуда. Қазақстанның даму банкі бұл үдерісте шешуші рөл атқарады. Жергілікті кәсіпорындарды қолдап, олардың жаһандық нарықта сәтті ынтымақтасуына көмектеседі. Қазақстандық компаниялар әлемдік сауданың маңызды қатысушыларына айналатын болашақ дәл осылай құрылуда.